мектебімізге қош келдіңіздер. Кешегі сәби балаңыз жарады міне қараңыз, ғылым білім жолына енді қайық саламыз. Қайсы күйші, кім биші, талабына қарайық. Кімдер зерек, кім тапқыр, тапқырларын айқайық. Мектебім айтар әнім, сан рет қайталадым, өзіңнен алғанымды өзіңе қайтарамын. Доспен тату ойналды, жүрек емір тойлады, ойымызға сіңірген ол тәрбиеші апайды, ұмытпайды бәрі. Балырған баламыз, досты көп дағамыз, кекілдір меністі білмейді арамыз. Балалар, Нұрдәулет дұрыс айтады, біздер кекілжің ренішті білмейміз, бір-бірімізбен доспыз, татуымыз, Осы дайындық тобына келгеннен кейін біздер дос таптық бір-бірімізге. Әрдайым бірге сабақ оқып, бірге ойнадық. Сол кезде бізде ешқандай бір-бірімізбен кекілжің ренішке түскен жоқпыз. Енді біздер қазір ертегілер еліндегі аңдарда бір-бірлерімен тату мекен, дос мекен, соны ертегілер еліне сабағынан көрініс, үйшік көрінісі арқылы аңдардың татулығын біздер қазір байқап көреміз. Бұл орманда болған оқиға еді. Сәлсекім, кішкентай бұлышықта кім тұрады? Ешкім жоқ екен, көріп тұрайын. Бақ. Кішкентай сәлсекімді бұлышықта кім тұрады? Не бақ-доқ бақар, бақ. Жарайды. Сәлсекімді кәпсіне бұлышықта тұрады? Не бақ-доқ бақар, бақ. Сен кімсің? Мен құқа қояды. Ерге тұрай. Жарайды. Сәлсекімді кішкентай есікте кім тұрады? Мен бақ-доқ бақам, бақ. Аны құқа қояды. Сен кімсің? Мен құтқымын. Ерге тұрай. Кішкентай сәлсекімді бұлышықта кім тұрады? Не бақ-доқ бақар, бақ. Аны құқа қояды. Аны құтқымын. Сен кімсің? Аны сыры қасқырмын. Ерге тұрай. Жарайды. Сәлсекімді бұлышықта кім тұрады? Не бақ-доқ бақар, бақ. Аны құқа қояды. Аны сыры қасқырмын. Сен кімсің? Мен қайым. Ерге тұрай. Жарайды.
Işık büyüdüm. Vay vay vay. Ministrdim. İşini bildir. Bärimiz dostuz. Üydü birigip kurarmız. Mine balalar, ормандағы аңдардың өздері де бір-бірімен тарту екен. Олар да біз сияқты іреніш кикілжіңді білмейді екен, е? Жақсы. Қор ағайымыз бәріміз. Aslan. Uyanmışlar ortakımız, kutlu olsun toyumuz. Şuranın sırrın ağına, şurunay benim şuruna. Hıplık pencerekte matematikasına. Jitksin sınıfında matematikasına. Ama hoca bilmeyimiz, zaten düşünmeyimiz. Biz tarafı saçılan, ilgilamız saçılan. Жақсы. Біздер тек қана жақсы істерден ғана жақсы, өнеген істерден ғана үлгі аламыз, жаман әдеттерден аулақ боламыз. Енді қазір біздер математика сабағынан көрініс, біз математика сабағында Жалқаубектің қалай сабаққа дайындалғанын көреміз. Ол Жалқаубектің істегеннен үлгі аламыз ба, алмаймыз ба, соны қазір байқап көреміз. Salamat Pak. Şimdi sabah gelmeye kaldım. Yazın meetingi sabah sırayım. Penggerit, siz sangat robotunuz.
неше болады? 8. 8. Беске бес қосқанда неше болады? 10. Ой жаққа сақалды қойыпсың. Қанша бес алтыға алты неше? Ойбай, мынада сақылмаған ғой. Ой сақалды қоймапсың ғой. Ал балалар, мына жалқаубектің істегеніне үлгі алуға бола ма? Жоқ, біз Гүлсімбат айтқандай тек жақсы істерден ғана үлгі аламыз. Жақсы. Налима. Жақсылыққа құмармыз, жақсы адам болып шығамыз, таза сәби жүректен қабылданып алғыс. Айбар. Ойыншықтар жинайын, бүгін үйін сылайын, өнер білім көрсеткен. Тіл сүйгенде саналы бөлім үйренді, жұмбақ мақа санама қайта сен саналы. Айбол дұрыс айтады. Енді біздер тіл дамыту сабағы бала тәрбиесі бесіктен деген тәрбиелік ұғымды әрдайым есте сақтаған қазақ халқы баласын әлгімен халықтық дәстүрде тәрбиелеуді ұстаған. Осы тұрғыдан қарағанда ауыз әдебиетінің шағын жанрлары мақал-мәтелдер, жұмбақ, жаңылтпаш, ойын өлең, санамақтардың алатын орны ерекше. Мысалы санамақты алатын болсақ, біріншіден санамақ баланың ой өрісін кеңейтеді, екіншіден тілін дамытады, үшінші тәлім тәрбиесінде терең мән жатыр. Қане, тіл дамыту сабағы санамақ. Ертең барамыз, оқимыз, салып құрамыз, қашығымыз, арамыз, қарауық тоққа кетіп тұрамыз. Сәлемі Азали, шатта жуарда. Бітек деді Азали, шатта бар жуарда, өзіңізі емізі. Ана тілің арың бұл, ятың бұқтыр беретті, өзі тілің бәмі, өз тіліңді құрметте. Және дұрыс айтады, басқа тілдердің бәрін білсек та өз түрімізді не істеуіміз керек? Құрметтеуіміз керек екен. Қазір бізде орыс тілі сабағы. Орыстар, және Бұл орыс тілі сабағы, бұл әжейдің екі көңілді қазы туралы. Бір әжейдің екі көңілді қазы болыпты, біреуі сұр, біреуі ақ. Олар әжесін алдап бір күні арыққа келіп, су ағатын арыққа келіп тығылады. Оны әжей іздеп дал болады. Әжей, менің қаздарым жоғалып кетті, менің қаздарым, біреуі сұры, біреуі ақ деп айқай салады. Бұны естіген ақ қаз бен сұр қаз арықтан шығып әжеге жалынады. Әже, енді біз не қылмаймыз? Тығылмаймыз. Енді екінші рет қайталамаймыз дейді. Енді осыны біздің балалар қазір орыс тілінде айтып береді. Повеселый,
келген, ән салдырып беліккен, таныстырып ең алғаш әріптермен сөйлетпен. Жақсы, Шыңғыс дұрыс айтады. Бізге ең алғаш мектеп дайындық топқа келгеннен бері бізге әріптермен таныстырған, жазуды үйреткен, яғни ол біздің апайларымыз, ұстаздарымыз екен, е? Жақсы. Сендердің бәрінде келісіп аламыз, адалды, әділді, сенімді боламыз. Сенің нұры шуағы, шегір деді денемді, құда сән сияқты, оқшымы мененді. Жақсы. Енді қазір бізде сурет сабағы. Бояймын, нақ қолы қарандаш, бұне құмды бояймын, нақ қайғы қарандаш, бұне құмды бояймын, нақ қолы қарандаш, бұне құмды бояймын, нақ қолы қарандаш, бұне құмды бояймын, нақ қолы қарандаш, бұне құмды бояймын. Қарандашты аламын, мен суретші боламын, ақпанымды сүйретіп, ақпанымды саламын. Хор әрқашан көзілмесін. Орындайтын сағындық ырыскердің Ana
ән сабағы, қызыға әсіресе ән сабағы, апайға ән өткізді. Бәріміз өлең ән саламыз. Біздер ән сабағында ән айтуда би билеуге үйренеміз. Қор, біз мектепке барамыз. Қошақан орындайтын аяулым Гүлсім бар. Ел бала оқығанды көңілге, жақсылық пен тоқылық, оқысаңыз балалар, шамнан шырақ жағылар. Тірегенің алдыңнан ізден не табылар. Дания, Нұрбек сұрағы.
ей батырлар орындайтындар. Батыр ұрпағымыз көп бола берсін деген тілекпенен бүгінгі біз мектепке барамыз атты ертеңгілігіміз осыменен аяқталды. Сөзді бастауыш сыныптар жөніндегі оқушы ішіндегі орынбасары Шолпан апайға сөз береміз. Қымбатты ата-аналар, оқушылар, бүгін мен сіздердің мектеп алды дайындық тобында 1 жыл бойы болып, алғашқы сан, алғашқы әріптермен танысып, енді мектепке өздерінің дайындықтарыңды көрсетіп жатырсыздар. Осы мектеп алды дайындық тобына қараша айынан бастап дәріс өткізген Бөлекова Жаңагүл Қойшекенқызы апайларыңыз осы уақыттардың ішінде балаларға жақсы өте барлық жағынан, барлық пәндерден тәрбие бергендігін, білім-білік дағдысын қалыптастырғандығын осы ертеңгіліктің барысында біздерге сәтті көрсетіп жатыр. Өте жақсы мазмұнды тәрбие сағатын ұйымдастырған Жаңагүл апайымыз. Балалары сыныбындағы ер бала көп, дегенмен де осы балалардың барлығы да жақсы, жігерлі, болашақта білімді біздің шәкірттеріміз болатын сияқты жақсы дайындықпен келген. Қандай би болсын, ән болсын, өлең жолдары болсын, жаңағы көріністері мазмұнды. Орыс тілі, ән, музыка, бейнелеу пәндерімен байланыстырып, кіріктіріп, өте жақсы тәрбие сағаты өткізілді деп мен ойлаймын. Енді балаларымыз осы Үргешбаев Батыр атындағы мектептің үлкен білімді, біздерді олимпиада шыңдарынан, ғылыми жоба жарыстарынан көрсететін жақсы шәкірттері болсын деген тілегіміз бар. Енді алдымызда мына 25 мамыр осы біздің барлық оқуымыздың нәтижесін көрсететін шаққа келе жатырмыз. Сол шығармашылық ізденіс, табыс тілейміз. Сіздердің атыңыздан, әкімшіліктің атынан осы апайға, осы балаларды жақсы тәрбиелеген үшін үлкен алғыс білдіреміз.
Енді жаңа осы баласы нәрсенің ертесі жақсы ғой, жақсылыққа асығатын халықпыз. Сондықтан да ертең 31 күні, 1 күні ағып тамып келіп жүрмей, ертерек сол тамыз айында балаларыңызды дайындаңыздар, барлық жағынан да. Әсіресе Алтынбаев Әділхан бірінші А сыныбына, Бекмырза Гүлсімбаев 1 әге, Құттыбаев Нұрдәулет 1 аға, Зейноллаев 1 бұға, Салықбаев 1 әге, Алтынбаев 1 әге, Ермекбаева Аянат 1 әге, Бектемирова 1 аға, Байбосынова 1 бұға, Жолшар 1 бұға, Сайынова 1 аға, Аметжанова 1 бұға, Леуберген Дания 1 әге, Әмит Ырыскелді 1 әге, Жұмағыл Есенгелді 1 бұға, Марат Аслан 1 бұға, Әбдіғалиев Қуаныш 1 Б, Түгел Шыңғыс 1 А, Мырзағали Айбол 1 Б, Есқазин Нариман 1 А, Бақытжан Әділет 1 Ә, Шегебаев Сағындық 1 А. Енді осы жобамен сол 3 кластың солай тізімі жасалынады. Барлығы сәтті болсын, балаларымыздың қадам құтты болсын. Сіздерге енді алдағы мына 4 жылда сіздермен бірге жақсы жұмыс істейміз. Бірге осы балаларға мейірім төгетін жақсы шаңырақ болыңыздар. Сіздерден енді жаңа 2-1 сыныпқа да айттым, келетін 4 жыл бойы бастауышқа келесіздер. Сіздерге көп-көп рахмет. Сіздерді бүгінгі мейрамдарыңызбен құттықтаймыз. Кеше ғана мектеп табалдырығынан аттаған балаларымыз бүгінде мектеп алды даярлық кезімен қоштасып жатыр. Қолына алғаш рет қалам ұстап, әріп санды танып, тақпақтар жаттап, біраз затты танып білді деп ойлаймыз. Бұл бүлдіршіндер біздің өмірдегі қуанышымыз. Және де осы балаларымыздың болашақта толықтай білім алуын қамтамасыз етеміз. Сонымен біздің бұл бүлдіршіндерге тілеріміз, келешекте елім, жерім, отаным дейтін ер азамат, азаматша болып өссін дейміз. Қуаныштары көп болсын, ата-анасының, ұстаздарының үмітін ақтап, көп жетістіктерге қол жеткізсін, өмірден өз орындарын адаспай табуларына тілектеспіз. Мектептің алғашқы жылын аяқтап жатқан осы бүлдіршіндерімізге жазғы демалыстарын жақсы өткізіп, жайдары көңіл күймен жаңа оқу жылына, яғни 1-ші сынып табалдырығын аттауларына тілектеспіз. Осы жыл бойы біздің балаларымызға білім беріп, тәрбие беріп, Жаңагүл апайдың орны бөлек және жасаған еңбектері үшін шексіз алғыс білдіреміз. Сізге, деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, жұмысыңызға табыс, сәттіліктер тілейміз. Енді мына кішкене Жаңагүл апайымызға арнаған өлең жолдарымыз бар, соны оқып беруге рұқсат етіңіздер. Құрметті Жаңагүл Көшекенқызы, біздің болашағымыз, үмітіміз, балаларымызды білім жолына сапалы да саналы дайындап бергеніңізге ризашылығымыз шексіз. Сізге табыс, сізге шаттық мол болсын, ата-ананың рахметі сол болсын, шәкірттерің сыныпқа бір барады, алдарыңда бестігі көп жол болсын. Алдыңызда 5 жастағы жеткіншек, ел ертеңі отан үшін келешек, сізге деген алғысымыз ерекше, маржан ойды асыл сөзбен жеткізсек. 5 жастағы бала үйдің тентегі, өмірінде ең алаңсыз ертеңі, мектеп кеме, білім теңіз түбі жоқ, биік болсын алғаш тартқан желкені. Мейірімдісіз балаға шын қарайтын, әр баланың болашақ деп санайтын, алғашқы әріп, алғашқы сан үйреткен, ұстазысыз асқар шыңға балайтын. Игі ниетпен мектеп алды даярлық Б тобының ата-аналары.
андай балдарымыз көп. Нұрбек. Жәния. Үсімбай. Аяулым. Есенгелді. Данияр. Данияр. Қуаныш. Шыңғыс. Айбол. Айбар. Айбол. Нұрдәулет. Аскелді. Нариман. Сағындық. Дамир.